Тыңда досым, бұл дастархандағы үш қасиетті дәм туралы ертегі. Ертеде бір берекелі құтты шаңырақта үш бауыр құрт, ірімшік және шелпек тату тәтті өмір сүріпті. Бір күні өзі жұмыртқадай аппақ, тығыз әрі дәмді құрт, мен аптап ыстықтан да, сықырлаған аяздан да қорықпаймын. Денеге күш-қуат сыйлап, ағзаны сусыз қалудан сақтай отырып, асқазанның жұмысын жақсартам. Елмен алыс сапарға шыққанда тастамай алып жүреді деп мақтаныпты. Сонда жайдары мінезі жұмсақ ірімшік байыпты үнмен үлкен кішінің ең сүйікті дәмі менмін, әрі дастарханның сәнімін. Сүттен ірімшікке айналуыма қаншама маңдай тер төгілсе, маған деген махаббатта дәл солай пісіп жетіледі дейді. Ал реңі бал жанған мейірімді шелпек екеуінің ортасына жайғасып, мен әр жұмада дүниеден өткен жақындарға Құран оқытып еске алғанда пісірілем. Мен бар жерде адамдардың жүрегі жұмсарады депті. Сонда құрт іліп әкетіп, айтқаның рас, өлі риза болмай тірі байымайды деп мойындапты. Ірімшік күліп, бауырым құрт, екеуміздің тегіміз бір болғандықтан ойымызда бірдей екен дейді. Шелпек екеуіне сүйсіне қарап жаймен, иә, әркімнің орны ерекше, себебі бір-бірімізді толықтырып үйге ырыса келеміз. Дастарханымызда дәм мол болып, шаңырағымыз шаттыққа толсын депті.